Сәлем достар! Кукабика каналына қош келдіңіздер. Достар, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал егер сіздер біздің каналымызға әлі тіркелмеген болсаңыз, біздің каналымызға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Өйткені алдағы уақытта біздің каналымызда өте қызықты видеолар көп болады. Сол қызықты видеолардан қалып қоймас үшін біздің каналымызға міндетті түрде тіркеліңіз. Достар, біздің каналымызда бүгін жаңа рубрика макияж с закрытыми глазами деп айтылады. Яғни көзді жұмып бояну керек. Достар, айтудан ұмытып кетіппін. Бізде бүгін қонақта Гаухар. Сәлем достар! Достар, өздеріңіз де көріп отырғандай, мінекей мен басымда повязка, бабочка, еще розовый цвет, мен халатыма под цвет, еще розовый цвет, күшті манаттар. Осылай тағып алдым, шашымның бәрін жинап тастадым, қазір бояндырғанда мешать етпесін дедім, деп бәрін айтып қойған дейсің ғой. Яғни өздеріңіз де жаңа көріп тұрғандай, Гаухар қазір мені көзін жұмып бояндыратын болады. Қазір көреміз, Гаухар мені көзін жұмып бояндыра алады ма екен, әлде бояндыра алмай ма екен, ол қалай шығады, достар. Ал онда біз бастаймыз. Қазір енді Гаухардың көзін байлау үшін орамал алып алдық. Бізде енді арнайы көзді байлайтын повязка болған жоқ. Сол үшін де андай менің бір орамалымды ала салдық. Тым көрінбейді екен орамалдан. Тым көрінбейді. Қалай шығады екен? Көріп тұрсыздар, Гаухардың көзін орамалмен байлап қойдық. Мен әлі ойланып отырмын, қалай болады екен деп ше. Енді мендегі бар бояулар мен бояндырып көрейін деп жатыр мені. Ал Гаухар, онда қайсысы? Неден бастаймыз? Бірінші тоналкадан бастайық. Маған алып берсеңіз, көмектесіп отырыңыз. Еще достар, енді өздеріңіз де көріп тұрсыздар ғой, Гаухардың көзі байланып тұр, ол көріп тұрған жоқ ештеңені. Сол үшін де мен былай алып беріп, ашып беріп дегендей, солай көмектесіп отырамын. Бірінші тоналка. Міне. Ой, қойын деп жатырмын ғой. Так, алшы қайда? Спонжикті. Мен бәрі қалдырайын шамалы. Жағылды деп ойлаймын енді. Бетіңіз қайда? Жаймен. Так, бірінші маған тоналканы жағып жатыр. Не деп айтады өзі, андай визажистер айтады ғой. Тональная основа дейді ма? Жоқ, айтпақшы, бояндырған кезде достар бірінші база ма, сондай бірдеңе жағады ғой, иә? Менде ондай нәрсе жоқ екен. Бізде ондай нәрсе жоқ, сол үшін де бірден сразу тоналкадан бастап кетіп жатырық та. Жағылып жатыр ма өзі? Иә, жағылып жатқан сияқты. Қазір тоналканы қайда? Алып берсеңіз. Үстіне құйып беріңіз болмаса. Тура, не деген визажистпін ол. Мен өзім қызмет етіп отырмын ғой. Жағылып жатыр ма? Жағылып жатқан шығар, білмеймін. Жағылып жатқан сияқты ғой. Жағылдау дейін болдым. Бірақ мен көріп тұрған жоқпын. Жақтық. Енді қайсысы? Енді қайсымен бояндырасыз? Маған енді помада беріңіз. Бірінші карандашпен бояп алайын, одан соң помадамен бояймын. Көзді жұмып тұрдым, карандашпен бояй аласыз ба? Ерніңіз қайда? Жағылып жатыр деп ойлаймын. Қалай шығады екен, маған қызық болып тұр. Айбай. Мәна, қарандашым ерніме кіріп жатыр. Жарайды, енді помада берсеңіз. Так, карандаш па дейді, помада. Так. Қазір күте тұрмыз. Ерніңіз талғайын. Масқара, мен қалай бояп жатқанымды білмеймін. Енді қазір
боялды деп ойлаймын енді. Так, енді помада боядым. Енді пудра жағайық. Пудра? Иә. Мен айтпақшы достар, мен даже бояну да білмеймін. Боянған кезде маған 3 зат болса болды. Жаңа туш, помада, сосын қас бояйтын. Так, күте тұрыңыз. Мені қойып жіберейін. Вот, сол достар, сол 3 нәрсе болса болды, мен сол маған боянған болып есептеледі. Енді қас бояйтын. Так. Күте тұрыңыз. Мені алып бересіз ба? Жоқ, Алмадыр ма? Иә, алдым. Так, енді достар, қас бояйтын. Енді қастарды бояймыз қазір. Былай. Так. Яу, деймін қас. Так, бояп жатырмын ба? Боялып отқан шығар, білмеймін ғой. Маған боялып отқан сияқты енді. Ну, боялып отқан сияқты. Вот. Мен даже көзді жұмып, бірінші рет бояндырып жатырмын. Міне. Болды ма? Иә. Так, енді не қалды? Сен қалды, сосын туш қалды. Сен. Так. Щеткасы, Так. Қандай тен жағам? Оны мен білмеймін. Так, мен қоңыр түс тен таңдап жатырмын. Мен негізі қоңыр түс тенді жақсы көремін. Хотя анда-санда боясам да ше. Қоңыр түске қай жағынан? Күте тұрыңыздан қоя салайын. Қойылды. Тени жағамыз. Жағылды ма? Так. Достар. Жағылды ау деймін? Ну, мен... Достар, ал сіздер қалай ойлайсыздар? Макияж қалай шығып жатыр? Сіздерге ұнап жатыр ма? Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Достар. Так, енді бізде туш қалды. Иә, негізі ғой. Мама, көзіме кіргізіп алма байқа. Мен бұл нәрседе қатты қорқып тұрмын. Себебім вообще қалай бояйтынымды білмеймін. Бұны боямай қоямыз ба деп ойлап тұрмын. Салонға барған кезде сен туш боямай қойыңшы деп жүрмейді ғой. Жарайды Сол онда. үшін де достар, аяқтаған дұрыс па, иә, макияжды? Бояймын онда. Көзіңізді жұмып тұра беріңіз. Мен көрейік енді қалай шығатын. Екінші көзіңіз қайда? Ойбай, достар. Так, Достар, бізде қалай болып жатыр? Бізде туш боядық. Так, енді біз неден бастадық ғой? Тональный основа жақтық, пудра жақтық, карандаш боядық, помада. Бізде еще жидкий тень бар. Жидкий тень бояп көресің ба? Иә. Жидкий тень бар. Так. Бұл қандай? Кәдімгі туш сияқты жағылады ғой. Так, жарайды. Көзіңізді жұмыңыз. Көзіңіз қайда өзі? Болды деп ойлайын. Так, жидкий тени тоже жағып бітірдік. Достар, қалай болып жатыр макияж? Достар, қалай шықты макияжымыз? Комментарияға жазып кетіңіздер. Қазір мен сіздерге камераға жақыннан көрсетем. Қалай шыққанын. Мінекей достар, мен сіздерге жақыннан көрсетейін дедім макияжды. Қалай шыққанын, мінекей, мынандай қылып жағыпты тендерді. Мына туш, мына жерге жұққан, мына жердің бәрі туш, мына жердің бәрі туш, боже мой. Мынау еще менің қасымды бояған түрі, ернімді бояған түрі. Көрдіңіздер ғой. Гаухардың
Мені көзін жұмып бояғаны енді осылай шықты. Достар, комментарий жазыңыздар. Қалай ойлайсыздар? Макияж күшті болды ма? Достар, бүгін мені Гаухар көзін жұмып бояндырды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Гаухардың маған жасаған макияжы сіздерге ұнады ма? Көзін жұмып бояды еще ол деген. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Міндетті түрде біздің каналымызға тіркеліңіздер. Өйткені алдағы уақытта біздің каналымызда өте қызықты видеолар көп болады. Достар, сіздерге осы видео ұнады ма? Ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта біздің каналымыздан қандай қызықты видеолар көргілеріңіз келеді, оны да ұсынысқа жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.